Сәлем, сіздермен Айдана. Бүгінгі тігетін құрағымыз 4 алтын құрақ. Бізге бірінші астар керек болады. 16-16 см ақ сұрып матасынан көзіне 4 см голограмма және бұрыштары 5 см голограмма. 4 қатарлық құрақ тігетін болғандықтан біздің лентамыздың ені 2,7 см. Лентамыздың ворысын төмен қаратып отырып тігетін боламыз. Алдымен ворысын осылай тауып аламыз, қолмен сипалау арқылы. Түктері астына қарай жатып тұрған болуы керек. Ең бірінші астарды 2 бүктеп, одан кейін 4-ке бүктеп аламыз. Бұл жерде ортасында сызық пайда болады. Осы сызық арқылы біз астарымыздың дәл ортасын табатын боламыз. Мінекей осы сызықтар арқылы дәл ортасы табылып тұр, көрініп тұр. Бізге енді сызудың қажеті жоқ. Дәл ортасына жаңағы 4 бұрышты голограммамызды қойып, 2 тігіспен орнықтырып аламыз. Әр лентаны тігетін кезде лентаның түгін төмен қарап тұрғанына көз жеткіземіз. Және тігістен соң саусақтарымызбен ленталарды артқа қайтарып отырып тігеміз. Бұл біздің құрақтың әдемі шығуына көмектеседі. Және лентаны қойған кезде ортадағы сызықпен түзулеп аламыз. Лентаны тігіп біткеннен кейін бұрыштарды орнықтырып, осылай бір лапканың бойымен тігіс жүргізіп өтеміз. 4 жағына да осындай 5 см бұрыштарды, 2-ге бөлінген бұрыштарды қойып тігіп шығамыз. Үшінші қатардың бұрыштарына осылай голограммамызды орнатып болғаннан кейін 4-ші қатарға тек лентаны тігіп шығамыз. Төрт жағына осылай лентаны тігіп болғаннан кейін астармен лентаның шетінен де жүріп өтетін боламыз. Осымен құрағымыз аяқталды. Егер сізге құрағым ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, қолдау білдіріп кетіңіздер.